Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Құрметті жамағат, бүгінгі хадисіміз намаздағы такбір алу. Ифтитах такбіріне қатысты хадисіміз. Ханафи мазхабының келтірген дәлелін келтіреміз. Енді кейбір хадистерді қарай отырсақ, кейбір хадистерді иыққа дейін көтерілді деген бар, құлаққа дейін көтерілді дейді. Құлақтың үстіне дейін көтерілді дегенде риуаят келеді. Бірақ құлақтың үстіне дейін көтерілді деген риуаятты тек қана дұға болған болуы мүмкін деп ғалымдарымыз жорамалдаған еді. Бірақ Ханафи мазхабы бірнеше хадистер келтірген ифтитах хадисіне байланысты. Солардың ішіндегі бір айта кетері Бара ибн Азибтен риуаят етіледі. Кана Расулуллах саллаллаху алейхи вассалама иза каббара лифтитахи салати рафа ядайхи хатта якуна ибхамаху қарибан мин шахматай удынайхи. Яғни Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам намазда такбір алатын еді дейді. Яғни ифтитах такбірін алатын еді дейді. Сол уақытта қолын көтереді. Қолын көтерген уақытта мына екі бас бармағы құлақтардың жұмсағына дейін көтерілетін еді дейді. Міне сосын «Сумма ла яуду» деп жалғастырады. Яғни сосын қолды қайтадан көтермейтін еді деп. Бұл хадисті құлаққа дейін көтеру керек. Мына бас бармақтың көтерілу керек дегеніне хадистегі арабша сөзден, ибхам деген сөзден алған. Ибхам деген арабтың тілінде бас бармақ деген сөз. Яғни арабтар бес саусақты атаған уақытта тура біздегідей әр саусақтың атауы бар. Бізде мысалға бас бармақ, балан үйрек, ортан терек, шылдыр шүмек, кішкентай бөбек деп бөлеміз ғой ауылда. Үйрететін еді осы нәрселерді кішкентай кезімізде. Сол секілді арабтар ибхам, саббаба, вусто, әл-хинсир, әл-бинсир деп беске бөледі осы саусақтарды. Соның үшін ибхам деген бас бармақ болған үшін бас бармақ құлақтың жұмсақтарына дейін көтеріледі деп хадисте ашық келген. Ал енді кейбір хадистерде мына құлақтың жанына деп көтерілгендігі бар. Құлақтың жанына дейін деген бар. Яғни бұлай жақын ұстауға да болады, немесе ұзағырақ ұстаса да бұлай құлақтың деңгейіне дейін көтерілуі міндеттелген еді. Ханафи мазхабымыз осы хадистерді бекітіп берген еді. Кейінгі дәуірлерде адамдардың арасында талас тартыс шыққан. Бұл қалай қолды жаңа құлаққа дейін дегені, кейбір иыққа дейін дегенмен құлаққа дейін деген екі хадисті біріктіреміз деп кейбір адамдар мына қол деп білезікті айтып тура мына соны иыққа дейін, ал мына соны құлақтың астына дейін келеді. Осылай деп бекіткен кісілер бар, сонда бұлай көтереміз деп. Бірақ ханафи ғұламалар жоқ, ол дұрыс емес деген. Ханафи ғұламалары бұл нәрсе дұрыс емес деп айтқан. Ол жерде хадисте ашық айтылғаны бас бармақтар құлақтың жұмсақтарына дейін келеді деген хадисті көрсете отырып, талас шықпасын деп, мына бас бармақты құлақтың жұмсағына тигізіңдер деп пәтуа шығарған. Сонда талас тартыс болмайды деп. Бірақ бұл қолды тигізу деген нәрсе кейіннен берілген пәтуа арасында, айтпесе Абу Ханифа, имам Абу Юсуф, имам Мұхаммед, бұлардың баршасының пікірі құлаққа дейін көтеру деген. Құлаққа жұмсағына тимей қалса ештеңе етпейді ол. Соған дейін көтеру міндеттелген еді. Мінекей Ханафи мазхабымыз бойынша, яғни ифтитах такбірін алған уақытымызда қолды екі құлақтың жұмсақтарына дейін көтеремізді такбір аламыз, одан кейін қолды қайтадан көтермейді екенбіз. Алла разы болсын сіздерге. Бүгінгі тақырыбымыз намазда қол байлау. Жалпы намазға ниет етіп, қоланы түсеп алғаннан кейін Аллаху акбар деп ифтитах такбір жасап қолды байлау сүннет амалына жатады. Алайда осы қолды кіндіктен төмен байлап ұстап тұру абзалырақ. Тақуалық жолда осы. Қолды байлау мәселесінде оң қолдың бас бармағы мен кіші саусағын сол қолдың білезігіне қапсыра байлау дұрыс. Бұған дәлел саңлақ сахаба Абу Хурайра радиаллаху анхуден келген хадисте Алла Расулі саллаллаху алейхи вассалам намазда тұрғанда сол қолдың үстіне оң қолын байлап, қолын кіндіктен төмен ұстап тұрды деген хадис дәлел. Сонымен қатар имам Ахмадтың хадис жинағында жеткен риуаятта Хазіреті Али радиаллаху анху намазға тұрған уақытта қолды кіндіктен төмен ұстап тұру сүннет амалына жатады деп айтқан. Сахаба Уайл ибн Хужр радиаллаху анху мен пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассаламның
намазға тұрған уақытта оң қолдың сол қолдың үстінде тұрғанын, сонымен қатар кіндіктен төмен байлағанын көрдім дейді. Құрметті мұсылман бауырлар, Ханафи мазхабы бойынша намазда қол байлау кезінде оң қолды сол қолдың үстіне, білезігін сол қолдың білезігіне қапсыра ұстап, кіндіктен төмен ұстап тұру сүннет амалына жатады. Алла тағала баршамызды өзіне лайықты құл, пайғамбарымызға лайықты үмбет болуды нәсіп етсін. Бүгінгі тақырыбымыз намазда руку жасау. Жалпы намазда қырағат еткеннен кейін рукуге бару, еңкею парыз амалына жатады. Өйткені Алла тағала Құран кәрімде Астаиз билля, я аюхалладина аману ркау васджуду ваабуду раббакум. Уа иман кетіргендер, Раббыларыңа сәжде, руку және құлшылық етіңдер деген әмір бар. Рукуге барар кезде ер кісі сүннетке сай қолдарын тізесіне қойып, саусақтарын ашып, еңкейгенде тік, ал 90 градус мөлшерде еңкею сүннет амалына жатады. Сонымен қатар намазда руку жасаған уақытта көзін аяқтарын ұшына қарап тұру мұстағап амалына жатқызамыз. Саңлақ сахаба Уабиса ибн Мағбат радиаллаху анхудан жеткен хадисте мен Алла Расулінің намаз оққанын көрдім. Пайғамбарымыз рукуға барғанда арқасын тік ұстайтын. Тік ұстайтындығы соншалықты үстіне су құйылған ыдыс қойса да төгілмейтіндей тік ұстайтын деген хадис бұған дәлел. Мүминдердің анасы Айша радиаллаху анхадан жеткен хадисте пайғамбарымыз рукуге барғанда басын тым еңкейтпейтін және басын тым көтермейтін, орташа кейіпте ұстайтын еді дейді. Жалпы рукуде ең кемі 3 рет Субхана Раббил Азим деп дұғаны айту сүннет амалына жатады. Абу Ханифа мазхабы бойынша рукуге барғанда және қиямға көтерілген уақытта ең кемі Субханалла деген дұғаның мөлшеріндей кідіру уәжіп амалына жатады. Рукуден кейін қиямға көтерілген уақытта имам Сами Аллаху лиман хамида деп айтқан уақытта жамағат артынан іштей Аллахумма Раббана ләкәл хамды деп дұға жасау сүннет амалына жатады. Абу Хурайра радиаллаху анхудан жеткен хадисте имам Сами Аллаху лиман хамида деген уақытта сендер Аллахумма Раббана ләкәл хамды деп дұға жасаңыздар. Періштелердің дұғасымен сендердің дұғаларың дөп келсе, сендердің өткенде күнәларың кешіріледі деген. Құрметті мұсылман бауырлар, намаз құлшылығында пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи вассаламның сүннетіне сай құлшылық жасауды баршамызға нәсіп етсін. Бүгінгі тақырыбымыз сәжде жасауға қатысты. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзінің хадис шарифінде «Умирту ан асджуда аля саб'ати а'зум». Мен 7 мүшемен сәжде жасауға бұйырылдым деп айтқан. Яғни адам сәждеге барған уақытында 2 аяқтың ұшы, 2 тізе, сосын 2 қол, сосын маңдай дейді. Маңдай бірақ көрсетілген уақытта мұрынмен бірге көрсетілгендігі. Адам басын сәждеге қойған кезде міндетті түрде мұрны да тиіп тұру керек екен. Сонда ғана дұрыс болатындығы сәжденің. Ал енді кейде аяқ көтеріліп кетіп жатады кейбір кісілердің. Көтеріліп кетсе қайтадан түсіру керек. Басын көтермей тұрып, кісі сәждеде басын
көтермей тұрып аяғын қайтадан түсіріп орнына қойса, онда сәждесі дұрыс. Ал бірақ сол көтерілген күйде қалып кететін болса, онда жаңағы намазы бұзылып кетеді. Сәжденің негізгі шарттары орындалмаған болады екен. Алла тағала біздің сәждені дұрыс жасауымызды баршамызға нәсіп етсін. Алла қабыл етсін. Біз намаз оқып болғаннан кейін екі жаққа сәлем береміз. Сәлем беріп болғаннан кейін астағфируллах, астағфируллах, астағфируллах деп 3 рет айтамыз. Аллахумма антассалам ва минкассалам табаракта я зал джалали вал икрам деп дұға қыламыз. Енді осы дұға жасап жатқан уақытта қолды көтеріп бетті сипауға болады ма, болмайды ма? Кейбіреулер бұл іс-әрекетті бидғатқа балап жүр. Енді бидғат деген нәрсеге бір түсініктеме берейік. Бидғат деген нәрсе не? Бидғат деген нәрсе ол дінге енгізілген жаңалық. Фиқх негіздерінің қағидасында айтады, бір мәселе бидғат, яғни дінге енгізілген жаңалық болу үшін шариғатта оның асылы болмау керек дейді. Ал енді намаздан кейін, дұға жасап болғаннан кейін қолды көтеріп бетті сипаудың шариғатта асылы бар ма жоқ па, осыған қарап көрейік. Жалпы білеміз, дұға жасаған уақытта пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның қолын көтергендік жайлы риуаяттар келеді. Қолын көтеріп дұға жасап болғаннан кейін бетін сипағандығы жайлы риуаяттарда келеді. Омар ибн Хаттаб, Алла оған разы болсын, пайғамбарымыз егер дұға жасайтын болса, екі қолын көтеретін еді. Және дұға жасап болғаннан кейін бетін сипамайынша қолын түсірмейтін еді дейді. Ал Ибн Аббас, Алла оған разы болсын, пайғамбарымыздан былай жеткізеді: егер Алладан сұрасаңдар, алақанының іштерімен сұраңдар дейді. Яғни қолды жайып сұраңдар. Алақанның терісімен Алладан сұрамаңдар дейді. Және дұға жасап болғаннан кейін беттеріңді сипаңдар дейді. Енді осы хадисті зерттеп, зерделей келе, біздің белді ғұламаларымыз айтады: бұл хадистердің барлығы әлсіз жолмен келді дейді. Бірақ хадистер әлсіз жолмен келсе де, бір-бірін қуаттап Хасан деңгейіне жетеді деген. Ал Хасан деңгейіне жеткен нәрсеге амал етуге болады деген. Сондықтан намаз оқып болғаннан кейін, сәлем бергеннен кейін біздің дұға жасауымызда ол дұға болып есептеледі. Ал енді сол дұғада қолды көтеріп бетті сипау бидғат емес, яғни дінге енгізілген жаңалық емес, керісінше мұстахаб амал деп айтқандар бар екен. Сөзімізді қорытындылай келе, бір нәрсені бидғат, бір нәрсені мұстахаб деп айту, ол әрине қарапайым халықтың шаруасы емес. Бұған тек қана шамасы жететін ғұламалар, ғалымдар ғана пәтуа береді. Бірақ біздің бұл жасап жүрген іс-әрекетіміз, намаздан кейін бетті сипауымыз, бұл сан ғасырдан келе жатқан бір әдет болып қалыптасқан. Сондықтан сан ғасырдан келе жатқан бір нәрсені жоққа шығарып, оны бидғат деп халықтың арасында бүлік шығарудың ешқандай пайдасы жоқ, құрметті ағайын. Бүгінгі тақырыбымыз намазда аяқ арасы қаншалықты болу қажет. Алла Расулі Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам жамағатпен оқыған намазда саптың түзу болуына, бос жайдың қалмауына, сонымен қатар саптың толық болуына назар аударған. Алла Расулі Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламның біршама хадистеріне тоқталар болсақ: уақимус саффа фи салати, намазда саптарың түзу болсын. Джабир ибн Сумра радиаллаху анхудан келген хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам періштелердің Алланың құзырында сапқа тұрғандай неге сапқа тұрмайсыңдар дейді. Сонда сахабалар: уа Алланың елшісі, періштелер сапқа қалай тұрады деп сұрайды. Сонда Алла Расулі Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам: періштелер
алдыңғы қатарды толық толтырмай келесі сапқа тұрмайтын, сосын саптарын түзу әрі жақын ұстайтын делінеді. Үшінші хадисті Ибн Омар радиаллаху анху былай деп жеткізеді. Намазда саптарыңыз тығыз болсын, иықтарыңыз бір-бірлеріңізге тиіп тұрсын деген хадисті жеткізеді. Демек, жоғарыда айтылған хадистерге қарайтын болсақ, Алла Расулі сахабалардың аяқтарының бір-бірлеріне тиіп тимеуіне емес, сахабалардың саптарының түзу болуына, сонымен қатар иықтарының тиюіне және саптардың толық болуына назар аударған. Ал енді аяқтың ара қашықтығы жайында келер болсақ, Шафи мазхабында екі аяқтың арасы кем дегенде бір қарыс, ал Малики мен Хамбали мазхабында адамның көзіне ерсі көрінетіндей алшақ емес, адамның дене бітіміне сай, орташа арақашықтықты ұстау дұрыс деп санайды. Ал Ханафи мазхабына келер болсақ, екі аяқтың арасын тым жақын ұстамай, кемінде 4 елі арақашықта тұрған абзал дейді. Құрметті мұсылман бауырлар, демек, намазда аяқтың арасы тым алшақ емес, орташа ұстаған дұрыс. Бүгінгі тақырыбымыз намазда әмин дұғасын айту. Жалпы намазға тұрған кісі Фатиха сүресінен кейін әмин сөзін айту, дұғасын айту сүннет амалына жатады. Ханафи мазхабы мен Малики мазхабында әмин дұғасын іштей айтады. Өйткені Алла Тағала Құран кәрімде Ағраб сүресі 55 аятта «Удуу раббакум тадарруан ва хуфияттан». Раббыларыңа жалбарынып, жасырын түрде дұға етіңдер делінеді. Алла Расулі Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламнан жеткен бірнеше хадисте әминді іштей айту абзал екендігін білдіреді. Абу Хурайра радиаллаху анхудан жеткен хадисте пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассалам намазда ғойрил мағдуби алейхимул даллин дегеннен кейін әмин деп айтыңыздар. Періштелер де әмин деп айтады. Имам да әмин деп айтады. Имам мен жамағаттың әмин дұғасына періштелердің де әмин дұғасы дөп келетін болса, ол пенденің өткендегі күнәлары кешіріледі делінген. Алайда біз бұл хадистен әмин дұғасын дауыстап айту керек деген сөзді ұқпаймыз. Осы хадиске сүйеніп, имам Фатихадан кейін әминді дауыстап айту керек деген тұжырым қате. Өйткені бұл хадисте тек қана әмин сөзін айту керек екендігін білдіреді. Екінші хадисте Алла Расулі Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам сөзсіз жамағат имамға ұю керек. Имам Аллаху акбар десе, сендер де Аллаху акбар деп айтыңыздар делінеді. Алайда бұл хадистегі Алла Расулінің әміріне жамағат Аллаху акбар деп дауыстап емес, тек қана іштей айтады. Демек, Фатихадан кейін әмин дұғасын іштей айту дұрыс екендігін хадис ғалымдар біздерге білдіреді. Бұған қоса хадистердің ешбірінде әмин дұғасын
дауыстап айтыңыздар деген дерек жоқ. Алла Расулі Мұхаммед саллаллаху алейхи вассаламның әмин дұғасын тек өзіне ең жақын адамның еститіндей етіп айтқандығын Абу Хурайра радиаллаху анхудың хадисінен білуге болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам намазда ғойрил мағдуби алейхимуддаллин деген Фатиха сүресінен кейін әмин дұғасын өзіне ең жақын тұрған кісі еститіндей айтатын деген хадисі бұған дәлел. Құрметті мұсылман бауырлар, жалпы намазда, дауыстап оқылатын намаздарда әмин дұғасын Ханафи және Мәлики мазхабы бойынша іштей айту сүннет амалына жатады. Алла тағала баршамызды өзіне лайықты құл, пайғамбарымызға лайықты үмбет болуды нәсіп етсін. Бүгінгі тақырыбымыз имамға ұйыған кісі іштей Құран оқиды ма? Жалпы имамға ұйыған кісі мұқтади іштей тәшәһүд, сәна, салауат секілді дұғаларды оқиды. Алайда имамға ұйыған кісі Фатиха сүресін және қосымша зам сүрелерді оқымайды. Сахаба Сайд ибн Сәбиттен имамға ұйыған кісі не істейді деген уақытта имамға ұйыған кісі ешбір жерде Фатиха зам сүресін оқымайды деп жауап береді. Сонымен қатар Абдулла ибн Омардан бір сахаба келіп, имамға ұйыған кісінің жағдайы қалай болмақ? Яғни Фатиха сүресін оқиды ма деп сұраған уақытта Абдулла ибн Омар радиаллаху анху кімде-кім имамға ұйытын болса, онда Фатиха сүресін де қосымша зам сүресін де оқымайды. Ал егер жеке өзі оқитын болса, онда толық Фатиха сүресін, зам сүресін өзі оқиды деп жауап береді. Сонымен қатар Алла Расулі Мұхаммед саллаллаху алейхи вассаламның намазда Фатиха сүресі оқымағанның намазы жоқ деген хадиске хадисші имам Ахмад бин Хамбал бұл хадис жалпы жеке өзі оқитындар үшін, яғни жеке намазды өз оқитындар үшін айтылған хадис деп жауап береді. Сонымен қатар намазға кешігіп келіп имамға ұйыған, яғни мәсбук болған кісі имам сәлем беріп болғаннан кейін өзі тұрып ары қарай оқылмаған рәкағаттарын толық оқиды. Міне сол кезде өзі Фатиха сүресін қосымша зам сүрелерді өзі оқиды. Өйткені ол кісі жеке оқыған секілді болып саналады. Құрметті мұсылман бауырлар, Алла тағала баршамызды өзіне лайықты құл, пайғамбарымызға лайықты үмбет болуды нәсіп етсін. Имамға ұйып жамағатпен намаз оқитын мұсылман бауырларымыз арасында жиі орын алатын қателіктер бар. Ол қателіктер келесідей. Мәселен, имам жамағатпен намаз оқуды бастап кетті, парыз намазды. Сөйтіп артынан келіп, кешігіп келген бауырларымыз намазды дұрыс орындамай жатады. Кейбірі, мәселен, имаммен жамағат екінші, үшінші ракағатты оқып жатқан болса, кешігіп келгендер келеді де, былайша айтқанда, өздерінше, өз бетінше намаз оқып, сөйтіп имамның оқып жатқан намазын жетіп алады да, ары қарай бірге оқып жатады. Ол қате. Ал кейбірі былай істейді. Келеді де, жамағатқа бірден қосылып кетеді, имам сәлем бергенде
сөйтіп имаммен бірге сәлем беріп намаздарын аяқтап жатады. Сөйтіп олардың намаздары бүтін болмайды, яғни дұрыс емес, толық емес. Осыған орай жамағатпен оқылатын намазға кешігіп келген бауырларымыз намазды қалай оқу керек, оның тәртібі қалай, соны сіздерге түсіндіріп айта өтсек. Мәселен, бірінші таң намазының 2 ракағат парыз намазын алайық. Осы намазда егер кімде-кім бірінші ракағатқа үлгермесе, бірінші ракағатқа үлгерудің шарты имам мен жамағат намаз оқып жатқан кезінде рукуға барғанға дейін артынан ерушілер кешігіп келсе, олар бірінші ракатқа үлгерген болып саналады. Ал егер рукуға барғанына дейін үлгермесе, онда бірінші ракатты өткізіп алған болып есептеледі. Сөйтіп ол егер бірінші ракатқа үлгермесе, екінші ракатқа бірге имам мен жамағатпен оқыса, ол не істейді? Ол кешігіп келген мұсылман бауырымыз имам мен жамағатпен бірге екінші ракатты оқиды, және имам екі жаққа сәлем берген кезде ол ұйушы, кешігіп келген ұйыған мұсылман бауырымыз сәлем берместен бірден түргеп бірінші ракағатты, қалдырып қойған ракағатты толықтыру үшін оқиды келесі намазды. Яғни ол не істейді? Имам сәлем берсе, ол сәлем бермейді, түргеліп кетеді, субханака дұғасын оқиды, аузу биллахи мен бисмиллахны айтады, Фатиха сүресін оқиды, және қосымша сүрені оқиды. Одан кейін руку, сәжде, сосын отырыстағы соңғы отырысқа отырып, аттахият, салауат, раббана атинаны оқып, сәлем беріп намазын аяқтайды. Міне оқылудың кешігіп келушін дұрыс орындау тәртібі осылай болады, қадірлі жамағат. Енді келесі мысалды алайық. Мәселен, намазға кешігіп келуші 5-дегі 4 ракат парыз, 2-дегі 4 ракат парыз, құптандағы 4 ракат парызға егер 2-ші ракағатына келетін болса, ол не істейді? 2-ші, 3-ші, 4-ші ракағатты имаммен және жамағатпен бірге орындайды. Кейін жамағат сәлем беріп намаз аяқталған тұста ол түргеледі де жетпей қалған 1-ші ракағатына тұрып субханака дұғасын оқиды, аузу бисмиллахны айтады, Фатиха сүресін оқиды, және қосымша сүресін оқып, руку, сәжде, соңғы отырыс жасап, аттахият, салауат, раббана атинаны оқиды да намазын тамамдайды екен. Міне, осындай үлгімен оқиды. Ал енді тура солай 4 ракағат парыз намаздарында, жаңағы 5-дегі, 2-дегі, құптандағы 4 ракағат парыз намаздарында 1-ші және 2-ші ракағатты өткізіп алған болса, сөйтіп 3-ші ракағатқа үлгерген болса, ол ұйушы, кешігіп келуші бауырымыз 3-ші, 4-ші ракағатты жамағатпен бірге оқиды. Жамағат барлығы сәлем беріп аяқтаған тұста ол түргеледі де жетпей қалған жаңағы алғашқы 1-ші, 2-ші ракағатын оқиды. Ол жердегі үлгі тәртібі келесідей. Ол түргеліп субханака дұғасын оқиды, аузу бисмиллахны айтады, Фатиха сүресін оқиды, кейін қосымша қысқа сүре оқиды. Одан кейін барып ол руку, сәжде жасайды. Сосын отырысқа отырмастан 2-ші ракатқа түргеліп кетеді. Жаңа қалдырып қойған алғашқы 2-ші ракат. Сөйтіп ол түргеледі де бисмиллахын айтып, Фатиха сүресін оқиды, қосымша сүресін оқиды. Кейін руку сәждесін жасағаннан кейін соңғы отырыста аттахият, салауат, раббана атинаны айтады да намазын тамамдайды, аяқтайды. Міне осылай, құрметті бауырлар. Енді қадірлі бауырлар, 4 ракағат намазын келесі үлгісін алып қарайық. Жаңағы кешігіп келген адам 1-ші ракағатқа үлгермеді, 2-ші ракағатқа үлгермеді, және 3-ші ракағатты өткізіп алып, 4-ші ракағатта оқып жатқан кезінде жамағат соған келіп қосылады екен. Сол кезде ол не істейді? Жамағатпен бірге 4-ші ракағатты оқиды. Одан кейін имам сәлем беріп жатқан кезінде ол түргеліп кетеді де, сөйтіп субханака дұғасын оқиды, аузу бисмиллахын айтады, кейін Фатиха сүресін оқиды да қосымша бір сүрені оқиды. Одан кейін руку, сәжде жасайды, және аттахиятқа отырады, ташахудке отырады. Сөйтіп аттахият дұғасын оқып, қайтадан түргеледі, қайтадан түргеліп барып, бисмиллахын айтады, Фатиха сүресін оқиды, одан кейін қосымша бір сүрені оқиды, және руку, сәжде жасайды да 4-ші жетпей қалған ракағатқа түргеліп кетеді. Сөйтіп 4-ші ракағатқа тұрады да ол жерден естиді,
Фатиха сүресін оқиды бисмилламен, және қосымша сүресін оқымайды ол жерде. Ол соны оқып болғаннан кейін рукух сәждесін жасайды, соңғы ташахудке отырады, ат-тахият дұғасын, салауатты айтады, және Раббана атинаны айтып барып, сәлем беріп екі жаққа намазын аяқтайды. Міне 4 ракағаттың мысалында біз кешігіп келушінің намазын айтып түсіндірдік. Ал енді ақшам намазының екінші ракағатына үлгерген адамның намазы қалай болады? Ол жерде кешігіп келуші екінші ракағатты имаммен бірге аяқтайды, сөйтіп барып үшінші ракағатты да жамағатпен оқиды, яғни 2 отырыс болады ол кезде. Сөйтіп ол үшінші ракағаттағы имам сәлем беріп жатқан кезінде ол іштей ат-тахиятты ғана оқиды да, имам сәлем берген кезінде жетпей қалған бір ракағатына түргеліп кетеді. Ол түргеліп субханака дұғасын оқиды, аузу бисмилланы айтады, Фатиха сүресін және қосымша сүрені оқып болып, рукух сәждеге барып, және соңғы отырысындағы ат-тахият, салауат, Раббана атина дұғасын оқумен, екі жаққа сәлем берумен ақшам намазын тамамдайды екен. Және құрметті бауырлар, енді егер ол ақшам намазының бірінші, екінші ракағатына үлгермей, үшінші ракағатқа үлгеретін болса, ол не істейді? Жаңағыдай имам сәлем бергеннен кейін ол түргеледі де, жетпей қалған алғашқы 2 ракағатын оқып, тура жаңағы жоғарыда түсіндіріп өткен үлгімен намазын тамамдайды. Міне қадірлі жамағат, намазға кешігіп келуші бауырлар еш уақытта саспай, былайша айтқанда ойын жинақтап, өзінің пікірін жинақтап, тәжірибесін жинақтап, былайша айтқанда жаңағы видеода біз айтып өткен үлгіге сәйкес кешігіп келген жағдайда жетпей қалған ракағатты оқып, және үлгіге сәйкес сүрелерін, дұғаларын толық оқып, намазы толық тамамдап аяқтаған дұрыс болады. Сонда оның намазы дұрыс болады, сонда оның намазы Алланың қалауымен қабыл болады. Алла тағала баршамыздың ниетімізді қабыл етсін, кемшіліктерімізді кешірсін, сауатымызды арттырайық.